тілінде бұл не, мынау не, анау не деп сұраған кезде үш сұрақ қоямыз. Бұл не, шу не, о не. Ол біз сұраған заттың бізге алыс немесе жақындығына қарай өзгереді. Мысалға, өзімізге ең жақын тұрған зат сұрайтын болсақ, бұл не деп сұраймыз. Жауабымыз бұл шефтали. Шефтали, шабдалы. Сәл алыстау тұрған болса, анау не, шу не? Жауабымыз шу чанта. Анау тұрған, анау немесе сумка. Одан да алыс тұрса, о не, анау тұрған не, анау жатқан не. О кеді. Анау жатқан мысық, ол мысық немесе алыста. Қайда, қай жерде деп сұрайтын болсақ, нереде деген сұрақ сұраймыз. Жауабымызда соған қарай жақын болса егер, burada, ана жерде, сәл алыстау тұрса, шурада, ана жерде, orada, anao жерде. Мысалы, şeftali nerede? Şeftali burada, mına жерде, осында тұр. Çanta nerede? Çanta şurada, әне тұр. Kedi nerede? Kedi orada, anao жатыр. Деп, ең алыста тұрған нәрсені айттық. Ал жандыларға қатысты сұрайтын болсақ, әрине адамдарға қатысты, өйткені жаңа мысықта не деп айтқан болатынбыз, онда сұрағымыз bu kim, şu kim, o kim. Егер бізге жақын тұрған адамды сұрасақ, bu kim, мынау кім? Bu bebek. Қазақша böbek, Türkçe'de bebek, yani böpe. Şu kim? Сәл алыстау тұр, анау кім? Шу жауабымыз доктор. Ол дәрігер, немесе анау тұрған дәрігер. Одан да алыс тұрса, алысырақ тұрған адамды сұрайтын болсақ, о кім деп сұраймыз. О шофер. Анау тұрған, анау отырған, анау жерде тұрған, немесе жүргізуші деп жауап береміз. Burası neresi? Şurası neresi? Orası neresi? Жаңағы айтқан bu, шу, о жақындыққа және алыстыққа қатысты. Мына жер, ана жер, анау жер. Әдетте ғимаратқа қатысты, қандай да бір жерге қатысты сұрақ қойған кезде, анау тұрған не нәрсе, анау тұрған ғимарат, немесе мына ғимарат не ғимарат деген сұрақтарда, мысалға, жақынымызда тұрған бірдеңені сұрайтын болсақ, burası neresi деп сұраймыз. Яғни бұл сұрақ жерге қатысты, қандай да бір. Жауабымыз бұл, burası маркет. Жаңағы бұл маркет деген сияқты жауап, бірақ бұл жер болғандықтан, қандай да бір орын болғандықтан, burası маркет деп жауап береміз. Сәл алыстау тұрған ғимаратты сұрайық мысалға, онда şurası neresi деп сұраймыз. Анау тұрған не? Анау ғимарат не ғимарат? Анау не немесе? Şurası okul. Анау тұрған мектеп немесе ол мектеп. Қандай да бір жер болғандықтан, орын, ғимарат, мекеме, сондықтан оған şurası деп жауап бердік. Алыста тұрған бір жерді сұраған кезде, orası neresi деп сұраймыз. Жауабымыз orası парк. Ол парк. Анау тұрған парк. 7-2'nin Türkçe kitaptan 15. бетінде жаңа біз үйренген bu ne, şu ne, o ne, bu kim, şu kim, o kim,
Burası neresi? Şurası neresi? Orası neresi? Ge katısты жаттығу var. Bu ne? Bu ayakkabı. Bu ayak giyim. Şu ne? Anao ne? Şu bardak. O stakan. O ne? Anao ne? O arı. O ara. Bu kim? Bu kim? Bu öğretmen. Muallim. Şu kim? Anao kim? Şu anao tamirci. Jöndüğüşü. O kim? Anao kim? O Ahmet. O Ahmet. Anao oturgan Ahmet. Burası neresi? Anao qay jer? Anao ne? Бірақ жерді сұрап тұрмыз, сондықтан bu деп сұраған жоқпыз, burası деп сұрадық. Жауабымыз соған қарай. Burası eczane, dәріхана. Şurası neresi? Ана жер не жер? Анау не? Бірақ жерді сұрап тұрмыз. Жауабымыз şurası manav. Manav жеміс-жидек, көкөніс сатылатын жер. Orası neresi? Anao ne? Anao тұрған не жер? Anao не жер? Қандай орын? Сондықтан orası деп сұрадық. Жауабы orası fırın. Fırın наубайхана, нан пісірілетін жер. Ал енді ПТТ ол пошта. Сұрағымыз, әуелі сұрақ қояйық. Şurası neresi? Cevabımız şurası postane. Postane.